армысыздар, құрметті каналға тіркелушілер, көрермендер. Бүгін біз Египет қаласының Мерсаматрух деген аймағы бойынша шағын баяндайтын боламыз. Сол жердегі жалғыз демалыс қалай болды, біз соны шағын баяндап өтеміз. Мамыр айының, яғни май айының 30-ында біз Астана қаласынан билет алдық 4 адамға. Осылай Скатовый компаниясының самолетімен Мерсаматрухқа 6 сағат ұштық. Жол ауыр болды, бірақ балалар шыдады. Балалар шыдау үшін осындай бір ыңғайлы бөстекшелер алдық. Егер алсаңыздар, Каспий магазинде осындай сатып жатыр. Біз осыны бір 5-6 мың теңге тұрады, өзі сатып алдық. Мынандай түрлері де бар. Мерсаматрух әуежайынан түсіп, біз бұрындаған отельге келсек, бұл жақта жаңбыр жауып тұр екен. Бұл жақтың ауа райы басқа жаққа ұқсамайды. Біз бұрындаған отель 5 жұлдызды Риксы Салемен деген осындай қонақ үй. Енді осыған шағын қазір обзор жасайтын боламыз. Бірге қарап отырыңыздар. Бұл жаңадан салынған қонақ үйлердің бірі. Рикс қонақ үйіне кіреміз. Бұл 5 жұлдызды қонақ үй. Мерсаматрух қаласында орналасқан. Кірген кезде өте үлкен, фойесінің өзі өте үлкен, ауқымды. Холлында бірнеше лоджиялар мен ресторандар орналасқан. Мен бұл лоджиялардың бірі. Осы жерден тегін жаңағы кофелеріңізді, шайларыңызды ішіп күтіп отырсаңыздар болады. Осылай нөмірге келіп, заттарыңызды осылай жеткізіп өзі ашып береді. Нөмір өте үлкен, бір бөлмелі, 2 үлкен төсектен тұрады. Мынандай оң жағында унитазы бар орналасқан. Өте үлкен, ауқымды және өте әдемі. Балконы бар екен. Керамогранит, ішінде керекті жарақтың барлығы бар. Қосымша осындай балкон, лоджия сияқтысы бар. Шығып осы жерде отыруларыңызға болады. Қосымша осы жерден сусын ішіп, қарап отыруға өте ыңғайлы. Біз 4 адам болғандықтан осындай 2 үлкен төсек берді. Бұның ішінде сонымен қатар телевизор, айнасы, кофе, шайнек күнделікті ауыстырып тұрады. Содан кейін холодильниктің ішінде көптеген сусындар күнделікті қойылады. Кола, фанта, спрайт, соның барлығы күнделікті осы холодильниктің ішінде тұрады. Қонақ үйдің территориясы өте ауқымды, өте үлкен территорияда орналасқан. Бассейндер өте көп. Содан кейін аумағында сыртта жалпы ресторандардың бір 3-4 бар, бірақ бұлардың ішіндегі 2 ғана жұмыс істейді. Оның біреусі жалпы ресторан, 3 уақыт жұмыс істеп тұра беретін, 24 сағат жұмыс істейтін ресторан бар. Барлығы сол жерден шведский столдан тамақ ішеді. Екіншісі азиатский ресторан деген бар. Японский ресторан. Бұл жерде сіз арнайы тапсырыспен барасыз, алдын ала звондап, брондап, содан кейін арнайы барасыз. Біз барған кезде күн өте салқын болды, яғни бұл жерге Қазақстаннан алғашқы рейс Мерсаматрухқа биыл ғана ұшты, 2023 жылы. Сондықтан көп адамдар бұл жақтың осы май айының соңында, июль айының басында салқын болатынын білмейді екен. Біз барған кезде біраз салқын емес, салқын болды және жел болды деймізде. Осындай территориясы үлкен ауқымды. Кей жағдайларда мынандай машинкалармен жүреді аумақта, соған отырып баратын жеріңізге жетіп алсаңыз болады. Қарасаңыздар, пальмалардың өзі кесек бағып өсіп жетіп бір жағына қарай постоянно соққанда, пальмалардың өзі бір жағынан кесек болады. Бұл жағына Шарм-эль-Шейх пен жақтармен салыстыруға келмейді. Бұл жақта дәл осы уақытта 35-40 градустық болып тұрады. Бұл жақта 25-27-28 болуы мүмкін. Сондықтан келер уақыттарыңызда май айының аяғы, июнь айының ортасына дейін билет алғаныңыздар. Бұл жаққа жаздың ортасында ғана келу керек. Біз біраз күн шомылып өттік.
кеткеніңізге қазір обзор жасайтын боламын. Кухнясы өте бай, шведский стол, мынандай тәтті, дәмді Кешкі тамақ қой. сондай пирог, пирожныйлар, алуандар өте бай. Осындай сырлар, шаяндар, трактар, моллюскалар, жасынан тағамдар, сырлардың өте алдарыңызға қойылады. Және салаттар, әртүрлі дәмдегіштер, Бүгін кешкі тамақ өте жақсы болды. шведский столдан бұл жерде 3-4 рет алсақ, Қазір мен алам. 3 күн сайын 3-4 бүгін жегеніміз, ертең жейміз, 3-4 күн жейміз. Сондықтан выбор өте көп. 10 күн ұшақтармен өте көп. Ұшақтың кухнясы андай индиянка, арабтарды, қытайлардың ұқсаста бір дәмдері бар. Сондықтан көп бір жақты тұрғанда жей бере алмайсыздар. Сондықтан сізге арнайы тамақ жасап беремін. Бұлардың соустары басқаша, дәмдеуіштері басқаша. Сондықтан кейбір жағдайда тамақтар сіздерге ұнамауы жағынан абай болып даласында шоколадты алайсыз. Осынша осындай өте дәмді мороженое жасайды. Құжаттың мороженалары өте жақсы. Кеңес беріп мороженое жеңіздер. Мороженалардың көбін бұл жақта жаңағы түр-түр сияқты ешкімнің сүтімен араластырып қою қылып, әдемі қылып жасайды. Сондықтан мороженое жеңіздер, балаларыңызға алып беріңіздер. Өте дәмді. Және осындай мороженое жасап береді. Одан екінші түрі мороженеден болады. Ар жағында холодильникте сақталып тұрады. Холодильникте мороженое сақталып тұрады. Содан өздеріңіз алып жей берсеңіздер болады. Сонымен қатар бұларда жаңағы пляждың басында мороженое беретін арнайы сөрелер орналасқан. Өте кең, өте ауқымды. Адам деген біз барған кезде өте аз болды. Біз барған кетейін деп жатқан кезде, яғни маусым 6 айдың ортасына қарай бұл жерде адамдар көбейе бастады. Жан-жақтан адамдар кетті, бірақ ішінде қазақтар келіп жатыр. Қазақтар көп келетін жерлердің біреуінде енді көріп жатқан шығар. Өте ауқымды. Осындай сток келер ол мәселе. Көп жеріміз армыз болды. Ресторанның іші үлкен, ақшақ бер жағынан 100 метрге жақында өтесінде артық болады. Официанттар өте ежелгі сыйлап, күтіп, жақсы қызмет көрсетеді. Әрдайым тазалап жүрді, ішінде шыбын, шіркей еш нәрсе болмайды. Кондер 24 сағат істеп тұрады. Далада өте ыстық бірақ, кондер 24 сағат істеп тұрады. Ал достар, қайырлы міне біз бүгін Египетте Алексис Әл-Эмин деген қонақ үйде 5 жұлдыздап соған келдік. Бұл Египеттің Мерса Матрух деген жерінде орналасқан. Теңізі өте таза. Барлығы тамақтары өте дәмді, ауласы өте кең. Біз міне бүгін келгенімізге май айының аяғында келіп отырмыз. Июнь айының басында келіп отырмыз. 30-ы бүгін.
аздаған жел бар, дегенмен ауа температурасы шамамен 30 градус деңгейінде көрсетіп тұр. Адам аз негізі қазіргі кезде. Сол осындай құмдарын көрдіңіз бе? Мына осындай құмдар деген вообще керемет. Құмын көрдіңіздер ғой, міне. Құмы деген осындай бәрінің табиғи құм. Енді теңіз жағасында осындай ем салынған наркотичка болады, таныстырыңыздар болады. Бұл жерде енді ресторанның бір 7-8 түрі бар. Жалпы все включено ғой, оны үлгілер деген барлығы қосылған. Сондықтан ішінде фитнес бар, балалардың площадкасы бар. Мынау енді басқа рейстармен салыстырғанда көлемі өте үлкен. Осындай шағын тапчан сияқты орындар бар. Кабинкалар ерте келсеңіздер осыдан алуға болады. Ішіне тамақ заказ беріп деген сияқты. Енді осындай міне. Міне песок құм деген енді керемет. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міне қазір адам өте аз. Лежақтардың бәрі тұр, адам аз. Өйткені бұл курорт аймағы Қазақстан ішінде, басқа елдер ішінде енді ғана ашылып отыр. Енді ғана дамып жатқан, бірақ мына египетский Мальдивы дейді ғой. Сол Египеттің Мальдивы осы. Себебі бұның құмы Мальдивыйдың құмы сияқты. Және теңізі өте таза. Ал міне қазір көреміз. Керемет құм ол деген. Плавный спуск, балаларға өте ыңғайлы, ойнағанға барлығына жақсы. Marian Dimas. Бүгін теңіз керемет болып тұр. Өте ыстық. Және су жылы, мөлдір суға мынандай жақта су мынандай мөлдір таза су. Егер Египетке келсеңіздер, осы жерге келіңіздер. Демалуға келсеңіздер, су деген көп көмбек. Күн деген керемет құм ол деген. Керемет құм ол деген. Марьян, Дима, что вы делаете? Мыналар бассейн қазбаған ғой мынандай. Теңізге шомылғысы келмейді. Өздері бассейн қазбақ. Ойнап жүрмін. Маңайы арнайы түсетін алаңға құммен осы қонақ үшін арнайы жасалынған ойық болып. Одан кейін бұл жерде толқын қатты, себебі Дубайдағы ұқсамайды. Толқындар тосатын арнайы ойықтар жасалынған. Теңізде жел пайда болып тұр. Теңіздің толқыны қатты. Сондықтан біраз салқындау. Жағасында бірнеше суретке түсетін арнайы ауа райы бар. Жылы емес. Келсеңіздер осы жерлерге келіп. Сезон емес екен, осындай әдемі жерлер бар. Жасауға болады. Жақсы кадрлар жасауға болады. Одан той жасайтын келсеңіздер, мұнда істеуге болады.
сонымен қатар бұл пляжда 2 бөліктен тұрады. Бір жағынан жаңағы арнайы жеке домиктер болады. Ақшасы қымбатырақ семейный домиктер, соларға арналған пляж. Сол жақтарыңызға барады. Бұл жердің пляжы басқаша, адам аз. Екіншісі жаңағы ескісіздер көрсеткен жалпы пляж. Бүгін қатты жел соғып тұр, ауа райы Сонымен әдемі салқындау, бірақ теңіз өте әдемі болды. Бұл Египет көп адам теңізде мемлекеті қызыл республикасындағы флагын тұрғыз. Ерсаматров деген жердің пляжы. Бұндай жағада өте керемет. Бірақ қазір күн салқын. Негізі жаздың ортасында келген кезде өте жақсы болады. Осындай орындықтар орналасқан. Келіп кофе ішіп фотолар ауқым үлкен болғандықтан кейін Kids Club зонасы қамтамасыз етілген, яғни балаларсыз да қыдыруға болады деген сөз. Яғни әртүрлі таңертеңнен бастап түнгі сағат 11-ге дейін балалар ойнайтын алаң жұмыс істейді. Мынаның ішінде не бар екен? Ішінде бір қазақ қыз бар, Ақтөбеден. Түсін ғой, мына жерде сағат 9-дан бастап ашылады. Сол қызға сеніп тапсырып кетсеңіздер болады. Мынау жазғы осындай площадкасы. Open дейді. Ескірген площадкада осындай ішінде осындай площадкалар бар. Машинамен ойнауға арналған. Димаш. Және басқа да ойын осындай ковриктер төсеп қойған астына. Ішіне кіргізіп жіберсеңіз, бір есіктен кіреді, бір есіктен шығады. Сондықтан балаңыз ешқайда кетпейді, ішінде ойнап жүреді. Өзіңіз күтіп отыра бересіз. Балаларға арналған салқын сусын ішетін арнайы холодильниктер орналастырылған. Сол жерден балалар тегін сусындар іше береді. Балаларыңызды жалаң аяқ жүргізбеңіздер. Бұл жерлерге ойын алаңдарында краскілер алынған екен, солардың бәрі құмға араласқан. Сондықтан балалардың аяғына кіруі мүмкін. Біз бұны кейін байқадық. Олар пока ойнап отыр. Біз кейін байқадық. Бұл келесі келетін адамдарға ескерту үшін мен әдейі айтып отырмын. Балаларыңызды осындай площадкада жалаң аяқ жібермеңіздер. Бұл жерде жаңағы не көп мусорлар, краскілер және басқа заттар ішінде көп екен. Сондықтан келесі жолы абайлаңыздар. Мен қатар Kids Club'ның ішінде арнайы PlayStation ойнайтын зал бар. Ішінде басқа да спектакльдер көрсетуге арналған залдары бар. Осындай кино зонасы бар. Ауқымы өте кең. Жан-жақтарының бәрі әртүрлі гүлзарлармен, су бұрқақтармен, пальмалармен безендірілген. Әрдайым тазалығын қамтамасыз етіп жүретін ішінде адамдар жүреді. Бұлар ешқандай ішінде мусор, қоқыс, еш нәрсе жатпайды. Сондықтан өте таза болып көрінеді. Осындай әдемі тастармен істеген, жалпы ішіне әдемілікке өте қатты мән беріп, солай жасалған екен. Өте сондай сапалы. Соның ішінде бассейндер өте көп. 10 шақты бассейн бар. 35 сантиметр, 90 сантиметр, 105 сантиметр. Бірақ детский фотография бассейн. Фотография бассейн жоқ деген осы болды. Бассейннің өзі кейде сақтан болып тұрады. Сондықтан біздің балаларымыздың 35 сантиметр бассейнде жүр. Бассейннің жағасында тамақ жейтін жерлер, кофейнелер, кафетерия осындайлардың бәрі басқа шығып тамаша.
кешкі тамақ кезінде сағат 9:30. Бірақ түнде салқын, түнде ешкім шомылмайды, тек қана түнде жай серуендеп бір шығып қайтсаңыздар болады. Бірақ түнде жел өте қатты отырады, сондықтан тіпті балан жүріп кетеді, желдер болып тұрады кейде. Сондықтан осы шықпай-ақ қойыңыздар, түнде ешқандай іс-шаралар, ойын-сауық еш нәрсе қарастырмаңыз. Әдейі 1 минутсыз түнгі концерттер ешқандай болмайды. Ең кемшілік жері осы еді. Назарларыңызға рахмет. Осы YouTube каналға жазылыңыздар, TikTok парақшама жазылыңыздар. Сонымен қатар қосымша осындай фитнес орталығы бар. Мен өзім фитнес жасап жүргенмін, осындай залға жиі барамын. Бұл жерінде өте заманауи, өте тамаша.